Сәлем достар, бүгінгі видеомызда етті бәліш дайындайтын боламыз. Өте қамыры өте жақсы, ауызда еритін тәтті бәліш болады. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 100 грамм сұйық майымызды қоямыз. Одан кейін жылы суымызды, 1 шай қасық тұзымыз салып, жақсылап араластырып, үстінен 270-300 грамм аралығында ұн салып, қопсытқышымызды 1 шай қасық саламыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз осылай қолға жабыспайтын жақсы қамыр болып шығу керек. Мен начинкасына піскен ет пен пиязды алдым. Негізінде піспеген жаңағыдай фарш, пияз, картоп қоссаңыздар да өте жақсы болып піседі. Дәміне қарай тұз, бұрышын салуды ұмытпаңыздар. Тестамызды, қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі астына, біреуін үстіне қоямыз. Осылайынан жайып алғаннан кейін начинкаларымыз салып, үстіңгі қамырымызда жайып, үстіне қоятын боламыз. Өздеріңіздің қалағандарыңыздай әсемдеп безендірулеріңізге болады. Осылай қалауларыңыз бойынша әсемдеп, одан кейін 180 градуста 25-30 минут пісіріп алсаңыздар болады. Бұл бәліш өте күшті болып шығады. Бұл бәлішті біздің үйде күнде жасаған сайын тез желініп кетеді. Сондықтан да сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міне осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша кунжут сеуіп жасасаңыздар болады. Мінекей өте жұмсақ болып шықты. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп қойыңыз.